Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 31-ші арнада Атажұрт еріктілерінің жетекшісі Серікжан Біләшұлының үстінен қылмыстық іс қозғалды деген хабар берді. Қытайдағы 3 миллион қазақ зар еңіреп, зар жылап, 500 мыңнан астамы Қытайдың фашистік жаза лагерінде жазаланып жатқан кезде бір ауыз үн қатуға жарамаған 31-ші арна бүгін осы қазақтың қамы деп шырылдап әлем ақпаратын назарға ала отырып жұмыс істеп отырған Серікжан Біләшұлының бір рет полиция бөлімшесі шақырғандығы үшін, оның үстінен қытайшылдар арызданғандығы үшін міне ақпаратқа Қазақстанға жар салды. Міне осыдан нені білуге болады? 31-ші телеарнаның мақсатының қалай екендігін білуге болады. 31-ші арна Қазақстанның телеарнасы болса, қазақ үшін жұмыс істеуге дайын телеарна болса, бізде қаншама ақпараттар тұр. Жылаған, еңіреген, зарлаған, боздаған қазақты бір рет телеарнада көрсетсе болмай ма? Бір рет қазақ мәселесін көтерсе болмай ма? Ал бүгін полиция бөлімшесінің бір рет Серікжанды шақырғандығы үшін Серікжан Біләшұлының үстінен қылмыстық іс қозғалды деп алақайлап шүйіншілеп отыр. 31-ші арнаның мақсатының не екенін қазақ халқы ашық білсін, түсінсін. Бұлардың мақсаты не? Бұлардың мақсаты Серікжан Біләшұлын бүкіл қазаққа жек көрінішті көрсету, сол арқылы мынау Қытайдың қысымын әлемдік ақпаратқа көрсетіп жатқан Атажұрттың жұмысына кедергілік жасау. Бұлардың мақсаты қазаққа қарсы жұмыс жасау. Бүкіл қазақ халқы осыны білсін. Біздің отандық телеарналар, бүкіл ақпарат құралдары Қытайдағы 3 миллион қазақтың мәселесін көтермейді. Өйткені олар қазаққа жаны ашымайды. Немесе жаны ашудан өтіп кеткен. Қытайдың жұмсақ күші оларды әлде қашан былқылдақ күйге түсіріп қойған. Осылардың ішінде қазақ дейтін, қазаққа жаны ашитын, жүрегімен қазақ деп қазақты ойлайтын бір пенде болса, осы уақытқа дейін Қытайдағы 3 миллион қазақтың мәселесін бір рет көтерер еді ғой. Жоқ, бұларды көтер алған жоқ, көтермейді. Өйткені бұларда қазақты қан жоқ. Қазақты қаны әлде қашан сұйылып жоқ болып кеткен. Нәпсінің құлдары әлде қашан нәпсімен жүретін пенделерге айланып кеткен. Біз осыдан басқа ойлайтын мүмкіндікті жоқ бізде. Біз осылай ойлаймыз, осылай ойлауға мәжбүрміз. Біз осылар Қытай қазақ мәселесін айтпай-ақ тыныш отырса, біз және қуанар едік. Енді мынаны не дейміз? Досқа дұшпан, досқа таба күлкі, дұшпанға таба дейміз. Бұл табалаушылар табалайды. Дұшпан қана табалайды. Қазаққа дұшпандығын бүгін 31-ші арна ашық көрсетті. Осыны қазақ баласы білсе екен деймін. Атажұрт жабылып қалуы мүмкін ба сонда деген екен міне жерде бір кісі. Бұл бір күлкілі жағдай ғой. Атажұрт жабылып қалатын ол бір мекеме емес. Немесе бір ұйым емес, бірлестік емес, тіркелген емес ешқандай жерге. Оны жапса, жаба бермей ма? Ана офисті жабады, және бір жерден барып офис алып жұмыс істей беруге болады ғой. Атажұрт деген ол бір еріктілер, ерікті адамдар бұл жерде жүрген. Ол ешкімде тіркелген біреу басын қосып мына жұмысты істе деп жатқан жоқ. Әркім ерікті түрде жұмыс ұстап жатқан жер. Ол еріктілерді жауып қайтеді, және бір жерден еріктілер шыға береді ғой. Ерікті үсіп жұмыс істеуге болмайды деген заң жоқ қой. Сондықтан ол Атажұрт жабылып қалуы мүмкін деген сияқты әңгіме күлкілі жағдай ол. Ол бір ұйым болса, мекеме болса, онда жабылып қалады десе болады. Онда тиым салса. Мәселен, ерікті адамдардың
өз алдына жұмыс істеуіне әрқандай мемлекет тыйым салмайды. Мүмкін емес. Қытайда қазақ мәселесін айтпайсың деген ондай құжат, ондай бұйрық Қазақстан үкіметі мүмкін емес, түсіре алмайды. Сондықтан біз Қытайдағы қазақ мәселесін көтереміз, туыстарымызды іздейміз, іздерексіз кеткен. Ол біздің адамдық құқығымыз. Сондықтан бұл жерде одан алаңдауға болмайды, мүмкін емес. Ол қытайшылдардың мақсаты осындай ағу арқылы, дүмпу арқылы халыққа үрей салу. Одан қорқатын ештеңесі жоқ. Атажұрт ақ, атажұрттың ешқандай ісі заңға қайшы емес. Бұларды да ол соттатып жібереміз деген қытайшылдарда да ондай не жоқ. Ондай соттатып жіберетіндей мүмкіндік те жоқ. Бұлардың да мақсаты полицияға беру арқылы сол жерден біраз сөз сыбыс шығады, ары қарай іліп әкетіп, сол арқылы үрей салу халыққа. Соттата алмайтын олар өздері де біліп отыр. Сондықтан бұдан алаңдайтын ештеме де жоқ. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Сол бір рет полицияның шақыра қойғанына бүкіл мына Қытайдың ақпараттары деймін ғой, қытайшыл ақпараттар жаулығын көрсетіп, ресми чулап жатыр. Мына телеарнаның 31-ші телеарна ақпараты қызық екен. Жарайды, бұл бізге жақсылық қой. Одан не уайымдайсыздар? Біз бере алмадық емес, мынадарды қазақтың сойғырылып жатса, Қытайға қызмет еткен пиаршыларды біз сотқа бере алмадық, олар бізді сотқа берді. Жақсы. Біз қазір олардың алдына дәлелді қоямыз. Қазақ пен Қытайдың ортасындағы арандатушы кім екен? Қазақ пен Қытайдың достығын бөлдіріп отырғандар кімдер екен? Барын дәлелдер қолымызда бар. 300 мыңнан асқан ағайынымыз Қытайдан қыдырып келіп отыр ма Қазақстанға, жылап-еңдеп? Ол дәлел бізде көп емес. 10 мың видеомыз бар ана жерде, арыздарымыз. Қойып қоямыз. Қытай мен Қазақтың достығын кім бұзып отыр екен? Жарайды, ол күшті, жақсы болды. Одан уайымдамаңыз. Құқық, біз ата жұрт құқықпенен жүрген кісілерміз. Құқықпенен жауабын қайтарып береміз, алдына қойып қоямыз. Әлем бойынша Біріккен Елдер Ұйымы, Американ Конгресі, Ауропадағы 28 ел, Ауропа парламентісінің ішіндегі бары Қытайға сен қазақты қырып жатсың, қазақты өлтіріп жатсың десе, қабылдап, бұны Қытайға барып, мен бұл жерлерді тексерем деп айтып жатса, ішіміздегі малдар, ақмақтар барып бізді, Қытайдың иттері бізді сотқа береді екен. Ей миысыздар, өзі көттерін ашады. Ашып береміз олардың көттерін. Кім екенін көрсетеміз оларға. Одан уайымдамаңыз. Біз Қытаймен күресіп жүргенде Қытайдың Қазақстан ішіндегі 5-6 итіне ме жеңілеміз? Әр нәрседе бір қайыр бар. Бұл да жақсы болды. Бұл сотта ақ пен қара шығады ортаға. Қытайдың иттері өлеңе көп тығысып бірақ жоғырады. Жақсы болды бұл. Сотқа дайынданайық, құқығымызды қолдаймыз. Қолдай аламыз. Қолымызда дәлелдеріміз көп. Біз құқықпен жүрген кісілерміз. Біз Қазақстанның заңына бағынған, әлем бойынша Біріккен Елдер Ұйымының заңын қолдаған әділетші кісілерміз. Ешкімге біз құқықсыз істемегенбіз. Сондықтан бұдан уайымдайтын түк жоқ. Иттердің, тышқандардың құйрығын ұстадық қазір. Бұдан кейінгісін әділеттің алдына шешеміз. Алла, жақсы болды бұл. Бұл бізге қазір дайынданайық бұған.